Барлықтарыңызға қайырлы, жақсы күн болсын. Бүгінгі видеомды мынау құрылғыдан бастаймыз. Міне, көбінесе ренжіп тұрушы еді ғой. 50% дейді. 50% ылғалдылық бар ма, ауасы 50%-ға жақсы ма, әйтеуір мынау смайлик күліп жақсы болып тұр. Ішіндегі ауа райы 21 градусты көрсетіп тұр. 30-30-дан асқан кезде ыстық бола бастайды. Сол кезде мынандай ауада, бұл кезде ауаның қысымы да жоғарылап ыстық бола бастаған кезде мына жердегі смайлик та ренжи бастайды. Көбінесе осылай таңертеңгілікте осындай қолайлы ауа райы болып тұрады ғой деймін. Күн қатты қызымайды, жарық болады, және де ауасы жақсы болып тұрады. Сол түске қарай көбінесе сол өзгеріс бола бастайды. Бірақ есікті ашып, кішкене форточкаларды көбейтіңкіреп ашып, сондай амалдар жасаймыз. Бірақ дәл осындай болып, жаңағы 50%-ға дейін көтеріле қоймайды. Осы ауасының кеңдігі ма, ылғалдылығы ма, сондай бола қоймайды. Мына алдыларыңызда салат жапырақтары. Енді мен бір шолу жасап кетіп жатырмын. Мынау кейін еккен салат жапырақтары. Мына әлі де әлсіреп тұр. Бірағында көрдіңіздер ме? Әйтеуір жасыл жапырақтары, бірдемелер бар. Мына жерде баялдылары әлі шыққан жоқ. Енді білмеймін қаншалықты дұрыс екенін. Бір айдан асты ғой негізі. Жаңағы тұқымдар уже шіріп кетуі де мүмкін, дұрыс емес тұқым болды ма. Мүмкін мен олардың егу дұрыс екпеген шығармын. Топыраққа мүмкін жоғар жағына салу керек пе еді. Мен қызанақтар сияқты әдеттегенде еге салдым. Мына жерде қызанақтар міне. Мына жерде енді жапырақтар қоюланып өсіп келе жатыр. Бұларды жеке стаканға отырғыза берсек болады. Мына жақтағылар ептеп өсіп қалды. Енді бойы қанша деп айтатын болсам, мына сіріңкенің, кішкентай сіріңкенің қорабы бар ғой, соған жетіп қалды. Демек, әжептәуір қолға ілігетіндей. Әлі де болса, мына жерлерде ешкімге кедергі келтіріп тұрған жоқ. Мына қоюланып тұрған волгоградский деген сұрып, мына жерде түптері де жуан болып, басқаша өсіп келетір. Анау белый налив, нәзіктеу, басқаша. Енді нәзік болғанда былай құлап жататын нәзік емес. Жақсы. Видеода эффект басқа болуы мүмкін. Содан кейін мынау жартылай ащы бұрыштар өсіп жатқан. Мынау қызанақтар, жартылай ащы бұрыштар, кәді, қияр, қызанақтар. Мынау жаңадан еккен қызанақтар. Бычий лоб деп аталатын сұрып, мынау бычий лоб. Астына жазып қойғам. Мына жерде қиярлар. Жапырақтар үлкейіп келе жатыр. Айтып едім ғой өткенде. 2 жапырағынан бөлек бәрінде 3-ші жапырақ шығып тұр деп, сол жапырақтары енді үлкейіңкіреп жатыр. Бәрінде ептеп, міне 4-ші былай қарай жапырақ өсейін деп тұр. Мынау редискалар, мынау пияздар, укроптар, свеклалар, кәділер. Осындай жаңа жапырақтар шығып жатыр. Әзірге осы видео ұнап жатса, лайк басып, подписаться тетігін басып жазылып қойыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.